Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Қытай елінен келген кезекті тапсырыс. Бұл тапсырыс Алиэкспресс сайтынан тапсырыс берілген 11 қараша күні. Бүкіл әлемдік сауда күнінде 1,5 май жүрді. 1,5 май дегенде әрең кетті. Бұл тапсырыс Сингапур почтасымен келді. 11 қараша тапсырыс бергенмен саудагер 21 қараша күні бір жіберген. Қосымша мынандай бір чехол, яғни бампер және мындай переходник беріп жіберген. Және ішінде мынандай қорғаныш әйнегін бірге салып жіберді. ZTE компаниясының өздерінің юбилейлеріне арнап шығарған смартфондардың бірі. Мынандай қағаздары бар, наклейкасы болу керек шамасы. Комплектісінде басқа мынандай Қытай тілінде мануал қысқаша. Комплектісінде тағы мындай зарядка. Бұл жерде жылдам зарядка жоқ, 5 вольт 2 ампер ғана береді. Және USB Type-C кабелі. Енді смартфонымыздың өзіне келетін болсақ, смартфонымыз өте сапалы жасалған. Диагоналі 5,2 дюйм. Қолға өте ыңғайлы. Мынандай 5,5 дюймдық өте үлкен емес, не болмаса 5 дюймдық өте кішкентай емес. Қазір осындай 5,2 диагональ өте актуалды диагональ болып жатыр. Өйткені жаңа Samsung S7 барлықтары осы 5,2 дюймға көшті. Дисплей айта кеткенде 5,2, кеңейтілімі Full HD, яғни 1920-1080 пиксельді құрайды. Алдыңғы жағында мінекей датчиктері. Мына жерде 13 мегапиксельдік Sony'дің IMX 258 деген камерасы орнатылған. Бұл жаңағы Xiaomi Mi 4C камерасының басты камерасы ретінде қойылған сенсор бұның ішінде. Яғни өте фронтальный селфи камераның өзі өте мықты дегенді білдіреді. Мына жерде динамик, төмен жағында мына жерде өздерінің Nubia'лардың, ZTE-лардың диоды бар, қызыл болып жанатын. Осы ZTE-лерге тән. Және екі жағында артқа және меню батырмалары. Үстің жағында 3,5 мм джек, жанында микрофон. Оң жағында дауыс реттегіш батырмасы және іске қосу батырмасы. Сол жағында симкаға арналған лоток. Бұл жерде екі нано сим карта, не болмаса бір сим карта және бір микро SD карта салуға болады, флеш карта. Және төменгі жағында динамик және микрофон және шандай USB Type-C-ге арналған ұяшық. Артқы жағында камерасы 23 мегапиксельдік Sony'дің шатаспасам 318 болу керек. Сенсоры қойылған, бұл өте жақсы, өте мықты камера. Бұл камера жаңағы $500-600 тұратын Xiaomi'дің Mi Note 2 деген смартфонына қойылған. Өте мықты сенсордың бірі. 23 мегапиксельдік жанында мына жерде флешкасы бар. Және саусақ іздерін тексеретін сканері бар. Және өзінің Nubia деп аталатын брендінің аты жазылған. Жоғарғы жағында дәл iPhone-дік сияқты осындай бір антеннаға арналған осындай бір пластиктен жасалған сызықшалары бар. Осының астында антенналар орналасқан. Бұл телефонға Android-тің 6-шы версиясы орнатылған. Процессоры Snapdragon 625, азуы 4 гигабайт, өзінің жадысы 64 гигабайт. Мінекей дауысы өте керемет шығады десе болады. Сыртқы динамигінен өзінің бір бастары да бар, мінекей құлаққа жағымды, сондай жақсы естіліп тұр. Көптеген осы орыс тілді шолушылар мақтап жатыр. Бұл жерде музыкасы, наушниктен шығатын музыкасы өте керемет деп жатады. Бірақ енді оның шын өтірігін білмеймін. Және бұл жерде менің білуімше саудагердің өзінің прошивкасы орнатылған. Бұл прошивканы алдағы уақытта осы ZTE-нің ресми прошивкасына ауыстыратын боламын. Өйткені қытайлардың жасап жүрген прошивкасына сенім жоқ. Ішінде неше түрлі жағдай рекламный программалар орнатып қойды, тіпті вирус орнатып қойды мүмкін. Сондықтан келген телефондарды ресми прошивкаға прошивать етіп алған абзал болады. Бұл телефон осы Алиэкспресс сайтында қазіргі сәтте шамамен $240 тұрады. Бізге енді маған сол 11 қараша күнгі акция бойынша купондарды пайдалана отырып шамамен $210 айналды. Кэшбэк бәрін есептегенде тіпті $200 жақындап қалады. Бұл смартфонның өзінің 3 түрлі түсі бар.
мына біріншісі бет жағы аппақ және арт жағы кішкене андай алтын түстес болып келеді. Мынау екіншісі мінекей мынандай алды жағы қап-қара, арт жағы мінекей осындай сұр. Және үшіншісі ол қымбаттау тұрады, оның алдыңғы жағы да артқы жағы да толықтай қап-қара, тек мына арасындағы өзінің кейбір линиялары алтын түстес болып келеді. Ол енді өте жаңағыдай жақсы көрінеді, богато көрінеді дейді ғой. Мінекей және осы Nubia'лардың өзінің прошивкаларының ерекшелігі, бұл енді Xiaomi'де де бар, Huawei'лерде де бар. Әрбір блоктан шығарған сайын осындай суреттері өзгеріп отырады. Және осы рабочий столдардың ең сол жағында осы камераға арналған жеке бір рабочий стол бар. Мінекей осы жерде неше түрлі мінекей функциялары бар. Мінекей мынандай жарықпен жазатын, жаңағыдай неше түрлі түсті светодиодтарды ұстап алып, осы жарықпен сурет салсақ болады. Неше түрлі мінекей түнгі аспанды, жұлдызды аспанды түсірсек болады, қаланы түсірсек болады деген сияқты. Мінекей мысалға slow motion да бар. Қазір slow motion тексеріп көрейік. Мінекей көріп тұрсыздар, қаншалықты жылдам қозғалтқанымды. Мінекей өте асықпай ақырын қозғалып жатыр. Меніңше бұл жерде 120 кадр болу керек, яғни 4 есе азайтады. Мінекей достар, байқағандарыңыздай камерасының өзі керемет. Мінекей мына жерде мысалға Pro деп тұр, яғни ручной режим. Бұл режимнің ішінде мінекей выдержканы қолмен реттесек болады, мінекей 2 секундқа дейін көрсетсек болады. Ең минималды мінекей 1,60 мың дейді. Бұл өте енді жоғарғы көрсеткіш. Бұл енді күнде жаңағыдай өте жарық бір нәрсені түсіруге арналған болса керек. Және мінекей мынандай жарықты реттейтін өзінің бір настройкасы бар. Және мінекей мына жерде ISO дейді. Мінекей бұл жердегі ISO ең жоғарғы көрсеткіш 12800. Егер енді фотодан хабар бар біреулер болса, енді түсінеді ол ISO-ның не екенін. Қазір көптеген смартфондарда ең жоғарғы көрсеткіш осы 1600-3200 ғана көрсетеді. Менің осы түсіріп жүрген OnePlus X смартфонда да ең жоғарғы көрсеткіш осы 3200. Мысалға Samsung Galaxy S7-де ұмытпасам 3200 ғана көрсетеді. Және мына жерде фокусты да бәрін қолмен реттеуге болады. Мінекей мына жерде суретіміз таза шығып тұр, ал артқы фонымыз мінекей мынандай өте бұлыңғыр болып жақсы түсті. Мінекей бұның камерасының мүмкіндіктері өте көп. Видеосының да мүмкіндіктері мінекей мына жерде мысалға 1080 пиксель 60 кадрмен түсіруге болады, не болмаса 4К видео түсіруге болады. Мінекей осындай өзінің артықшылықтары бар. Камерасы өте керемет. $250 дейінгі камерасы ең мықты смартфон деп атауға әбден болады. Енді алдыңғы камерасының өзіне осы жақсы смартфондардың басты камерасы ретінде салған сенсорды салған соң өздеріңіз де ойлап отқан шығарсыздар. Камерафон деген атауға өте лайық смартфон. Енді түн ішінде қараңғы уақыттарда енді жарық аз кезде суреттері Samsung Galaxy S7 iPhone-дағы сияқты өте шықпайды енді. Дегенмен бірақ күндізгі уақытта S7 жаңа iPhone 7-лердің камерасынан кем түсірмейді деп нық сеніммен айта аламын. Мінекей достар, әзірге осы. Ролик көргендеріңіз үшін көп рахмет. Сау болыңыздар. Buka. Oh, sudah ini. Yeah.